Сәлеметсіз бе балалар? Қазір математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. Сабағымыздың мақсаты екамалдан тұратын есептерге талдау жасауды, тура және жанама есептерді ажыратуды үйрену. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын әсем ән тыңдап алайықшы. Балалар сазгері Бота Бисенованың өзінің орындауындағы туған жері. Балалар, осы әнді тыңдай отырып, еліміздің көрікті жерлеріне саяхаттағыларыңыз келе ме? Олай болса, бізге берген тапсырмаларды орындайық. Ол үшін біз есімізге түсірейік. Есеп дегеніміз не? Есептің шарты, сұрағы болады. Есеп тура немесе жанама есеп болып бөлінеді. Ендеше бірінші тапсырманы бірге орындайық. Тапсырма: есептердің шешуін тап, олардың түрін анықтап, атауымен сәйкестендір. Бірінші көшеге 24 үй, ал екінші көшеге одан 3 есе кем үй салынды. Екінші көшеге неше үй салынды? Шарты: бірінші көшеге 24 үй, ал екінші көшеге одан 3 есе кем. Шешуі: 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең. Жауабы: екінші көшеге 8 үй салынды. Келесі есепке қарайық. Бірінші көшеге 24 үй салынды. Бұл екінші көшеге қарағанда 3 есе артық. Екінші көшеге неше үй салынды? Шарты: бірінші көшеге 24 үй. Бұл екінші көшеге қарағанда 3 есе артық. Шешуі: 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең. Жауабы: екінші көшеге 8 үй салынды. Балалар, осы есептің қайсысы жанама есеп, қайсысы тура есеп деп ойлайсыңдар? Кәне сәйкестендіре қойыңдар. Мен сендерге уақыт берейін. Өте жақсы балалар, дұрыс сәйкестендірдіңдер. Енді осы екі есепті салыстырайық. Осы екі есептің қолданылған амалдары бірдей. Яғни, біз бұл жерде есептің сұрағына және онда берілген мәліметтерге көңіл аудардық. Бірінші есепте неше үй кем екенін таптық. Сұрақ бізге тікелей, тура берілген 3 есе кем үй. Бұл жерде сендер ойланып, өз беттеріңше шығара алдыңдар. Ал екінші есепте жанама сұрақ қойылған. Осы жерде шатасып кетпеу үшін бұл деген сөзге көп көңіл аударуымыз керек. Бұл екінші көшеге қарағанда 3 есе артық. Жанама сұрақ болған кезде бұл деген сөз міндетті түрде кездеседі. Жарайсыңдар балалар, сендер бұл тапсырманы дұрыс орындап, Қазақстанның көрікті жері Жұмбақтасқа келдіңдер. Жақсы балалар, біз саяхатымызды ары қарай жалғастырайық. Ол үшін дәптер мен қаламдарымды алып,
екінші тапсырманы өз беттеріңше орындаңдар. Есепті шығару кезінде екінші есептің шартына көңіл бөлген жөн. Жауабын жазған кезде ескеретін нәрсе, есептің сұрағында қандай сұрақ қойылған, сол сұраққа жауап жазуымыз керек. Ендеше есептің шартын оқимыз. Көктемгі каникулдың ұзақтығы 11 күн. Бұл күзгі каникулға қарағанда 5 күнге артық. Көктемгі және күзгі каникулды бірге алғанда ұзақтығы қанша күн? Балалар, бұл жерде екі амалды есеп екенін ескереміз. Есептің шарты. Мен сіздерге уақыт берейін. Көктемгі каникул 11 күн. Бұл 5 күнге артық күзгі каникулдан. Яғни барлығын табу үшін әуелі күзгі каникулды табуымыз керек. 11 мен 5-тің айырмасы 6-ға тең. 11 мен 6-ның қосындысы 17-ге тең. Жауабы көктемгі және күзгі каникулды бірге алғанда 17 күн. Тамаша балалар, дұрыс. Сендердің шапшаңдықтарымен әсем қала Алматының төріндегі мұз айдынына келдік. Сонымен балалар, біз сендермен еліміздің көрікті жерлеріне саяхат жасадық. Сонда біздің ортақ тақырыбымыз қалай болды екен? Және бірге оқайықшы. Қазақстанның көрікті жерлері. Балалар, осы сабақтағы сендердің критерийлеріңіз мынадай болмақ. Екі амалдан тұратын есептерге талдау жасаймын. Тура және жанама есептерді ажыратамын және шешуін өрнек түрінде жазамын. Балалар, үйге тапсырма. Оқулықтың 35-ші бетіндегі 3-ші тапсырманы. Қош, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.